Күн шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін февральның бірісі веқырым жғалының 1070 күні. Эфирде Муслим Умеров болына біздің шымдеки эфирімізде бойле хаберлер. Киев мейданында Авдеевка янында елі қолған аскерлерінен ведалашалар. Герои не умирают! Герои не умирают! Русия тарафы Авдеевка жеварында тынчылық режимні кефил еткен. Шерде тамир ішлерге кечелер. Әрі кесат штаб топлашу кечере. Әм ерлерде, әм демында Киевде. Керечте ярық сондырылы. Бойле маяктан башлап Аршинцеваға жекеткен 10 киловольтлі нерді бұлына. Украина пайтақты меркезінде, яғни Майданда, Авдеевка янында январь 29 күнінде елі қолған Украина аскерлерінен ведалашалар. Бүгін 72-ші механик бригадасының 4 аскері капитан Андрей Кизила, кичік сержант Владимир Бальченко, аскер Дмитрий Аверченко ве сержант Владимир Крижинский сонки олға ақраба дост веляқайт олмағанлар тарафындан озғарыла. Русия тарафы Авдеевка районында теш тоқтатай жағына кефелі олған. Бұл ақта өз Facebook сәфесінде Донецк велетінің арби гражданлық мемуриет елбашчысы Павел Жибривский білдіргендір. Яқында Русия тарафы бізге атеш тоқтатуға ақында кефил мектубыны йоллады. Бұл Украина президентінің ве халқара шереклерімізінің 3 күнлі ғайреті. Бізім тамир бригадаларымыз электроэнергия директлеріні түзетелер. Ишғал етілген территориялардан да тамирлейджі бригадалар шықты. Тәфсилетлі түшкерівлер кечірілген сон бұзылувлар дережесі белле олыр. Це дасть можливість всім Бойапсы қызметлерге техники жеттен шерінің аятны түзетмеге имкан бережек. Электроэнергия, су ве қыздырув темен етмесі түзетілежек. Әрі кесат штаб топлашу кечіре. Әм ерлерде, әм демында, Киевде. Біз фарқлы вазиетлерде насыл әрекет етмеге білеміз. Так і в Києві. Ми маємо всі абсолютно сценарії, як діяти. Авдеевкадаки вазиетінен шымды телефон вастасынен мұхберіміз Анна Домбровская пайлаша. Сайлыдаслар бізлер беждақадан сон кенеде Анна Домбровская еле субет кечережекміз, ләкин шымды Русия террористлері тынчылық вазиеті риает етмей. А то штабы берген малюматына көре душман аскерлері Авдеевка, Шахта Бутивка, Пески, Водяное, Марьенко, ве Красногоровка жеварында тұрған Украина позицияларына уджум етмеге девам етелер. Арби әрекетлер нетижесінде елі қолған ве яралғанлары бар. Украина аскерлері арасында екі инсан елі қолды, екісі яралынғандар. На Донецком напрямку в районе Донецкий лиште Авдеевка районында ишгалжилер град селясындан тахминен 100 кире açtılar. Bundan da gayrı олар bizim tarafқа 155 мм артиллериядан атеш açıldı. Bunun beraber tanklar da hücum etti. Тут же багаторазово вогонь вели танки. А то штабы матбуат меркезінің малюматына көре Саба-РТ Авдеевкада Украина позицияларына қаршы атеш açılması devam етілді. Уджум град 152 калибрлі топ ве граната метларындан япылды. Күннің бірінші қысымындар билер 4 үчімге жевап берділер. Авдеевкада вазиет аляда ағыр, игрым F йықылып бір шер сакені яраланғандар. Шерде электроэнергия ве ақ проблемері бар. Арбилер, ашханелер тешкелетіп, ерлерге одун кетірелер. Атода вазиет кергенлешкені үшін дүния жематчылығы итираз білдіре. Авдеевкадаки вазиетке бағышланған ОБСЕ-нің ажиле топлашуында Русияны тынчылық режимні ве Минск алашмаларының риает етмесіне чағыралар. Бірлешкен миллетлер тешкілетінің хавсызлық шурасы Украина тарафындан теклиф етілген Донбасс бойынша биянатны қабул етті, ве Донбасста ағыр арби селянын құланылмасыны тақбих етті. Америка Қошма штатларының девлет департаменті атешінің тоқтатылмасына чағыралар ве ОБСЕ көзетежелеріне кірішіні açылмаға рижа етелер. Бұл ақта Девлет департаментінің сайтында дәрчетілген биянатында сөз сүрсетілі.
Кара денизде НАТО талемлері башлана. Анда Булгаристан, Канада, Юнанистан, Романия, Америка Кошма Штатлары, Түркия ве Украинадан 3.000 аскер, 16 геми, бір дениз асты гемесі ве 10 учақ иштирак етежек. Олар ава ве дениз алты уджумлеріне жевап бермеге огренежеклер. Талемлер 1 февральден башлап, 10 февральге же девам етіп, Кара денизінің шарқи акваториясында кечежек. Бүгін Қырымның Ишғалжи юқары махкемесі адвокат Эмиль Курбидиновның шикает аризасыны бақып чыққажақ. Отырышқа Эмиль Курбидиновны кетірмегенлер кечік салонға тек 6 инсан сығды. Бұл ақта Facebook сәйфесінде адвокат Николай Полозов білдірді. Қырым сияси мабюслерінің қорчалайчысы Эмиль Курбидиновны январының 26-сында саба экстремистік тешкелатларының пропагандасында қабатланғанлар. Санкидерсін о дортила велсі ичтимай ағларда экстремистік малюматыны дерчеткен. Курбидинов қысмен қабатлы олғаныны таныды, яне тарқатылуыны, ама экстремист пропагандасынен оғрашмағаныны білдірмектедір. Бұна бақмадан махкеме оны 10 күнге сербестліктен марум етті. Кремль Эмиль Курбидинов, Фильмеумеров ве Николай Семенадан қорқа. Оның үшін оларны апысты тұта. Бұл ақта өз Facebook сәйфесінде Украина милли хавсызлық ве Мудафа шурасының кетібі Александр Турчинов білдірді. Оның фікірінже Курбидиновны яқалап, о қорчалаған сияси мабюслерні қорувдан марум етмеге істейлер. Русия кеметі ве оның мақсус қызметлері Қырым Ишғалинен разы олмағанларыны қорқызып, халқара ве Русияның ана әсасының ақларыны боза. Бұл юридик месулиет вақтында құрывының ясағыдыр. Январының соңки күнлерінде олған шиддетлі суықлар себебінден Керіч Боғазы районында дениз бұзлағандар. Керіч Кенеде ярықсыз қала. Сізде yüksek вольтлы сызықта қаза үзберді, нерде, ангесінде. Афсуски бізге айтмағанлар. 10 киловольт. Бойле маяктан башлап Аршинцеваға жекеткен 10 киловольтлі нерде бұлына. От маяка и заканчивая Аршинцева. Львов нефақа фонды Русия ФСБ қызметіне Ишғалетілген Қырымдан көчкен шақысының малюматыны тәслим еткен. Қырым сакины Павел Дробышның екейесі Украина ве Русия мемурлары арасындаки гизли ишбірлік олғаныны таздықлай. Павел Ишғал вақтында Украиналы акцияларыны тешкелеті еді, сон есе ғынылі оларақ шарқта Украинаны қорчаламаға кеткендір. Қырым сакины 35 yaşında 3. группа сақаты Павел Довбыш сабы харби екен. 2014 тенесі Ишғал вақтында Руслан Зуйнен ве ғайып олған Тимур Шаймардановнен берабер Украина акцияларыны тешкелетіп, арбилерге ярдым көстергендірлер. Біз чари олған қадар эрзақ йоллайдық. Блок етілген арби бөліклеріні ашата едік. Ол вақыт Украина акимиеті ярдым етіп оламаған еді. Біздер автобус сымарлап арбилеріні чықарған едік. Қасызы себебінден Павел Довбыш әлесінен берабер қытаға көшті екен. Башта гонылы оларақ чалышты, сон шарынға душманен жеткешмеге кетті. Демобилизациядан сон Львовта ерлешкендір. Иштимаи ярдым алмақ үшін нефақа фондуна мұражат етті, төлеулеріні тақырымда оделемеге керек еділер. Мен шуны білем ки нефақа фонды маңа бір шей хабер етмейіп, шақси малюматларымны Русия Федерациясы йоллады. Мен есе бойле бір шей реджа етмеген едім. Яни алдылар ве менің шымды яшаған адресімні білдірділер. Білмейм, бұны япмақ үшін не қадар ақылсыз олмақ керек. Нефақа фондунда этираз білдірмелер боле мұражатларыны истилячы девлетке эвелде йолағанлар. Себебі Павел Довбышның ішіні алмақ.
Кырым Жумхуриятында нефака фондымыз yok olgаны için biz Rusiya Federatsiyasının nefaka fonduna müracaat ettik. Andan ise nefakаны algan şahısının bulungan yerine müracaat edecekler. Bundan son nefaka vesikası attestat kelgen son biz Ukrayna territoriyasında ödelerini düzeterimiz. Павел Довбуш Алесының хавсызлығы ве яшайшы үшін қасивет еті. Яшаған еріні денештірмеген нетлене, хастаханеден апайыны кетірді. Ойсе стресс себебінден мұддетінден 2,5 айға евел егіз тапты. Шымды есе меморларының әрекетлеріні ұқы қорыйжы қызметлері тешкері. Зарарын көрген Павел Довбуш есе махкемеге шикает етечек ола. Марияна Кузан, Эльвина Сидбулаева, Роман Мишковец, Заман, АТР. Бұл бізім соңки хаберіміз еді. Заман эфирлерімізні қачырмаңыз, көрішкенже.